Армысыздар неге каналын тамашалаушылар. Бүгінгі сіздердің назарларыңызға ұсынатын әңгіме ағайынды жігіттер деп аталады. Ендеше лайықты түрде лайк басып, комментарий қалдырайық. Ең бастысы подписаться етуді ұмытпайық. Жасыл желекке бөленген қарапайым ғана ауылда Әли мен Хасан есімді екі кісі ғұмыр кешті. Олар ағайынды болатын. Екеуі аумаққа болашақты көре білетін көріпкелдік қасиеттермен және адамның ойын оқи білетін ерекшеліктермен танымал болды. Есесіне олардың өмірлері жұмбақтар мен ғажайыптарға толы болды. Әрі олар әлемге басқаша көзқараспен қарайтын еді. Әли ақсақал өте ақылды болды. Оның екі көзі жарқыраған жұлдыз сияқты. Әрқашан іште бұққан даналығын паш етіп тұратын еді. Ауылдағылар оны қасиетті адам деп санады. Көптеген адамдар онымен кеңесіп кететін еді. Себебі ол ауа райын дәл болжай алатын және ауру жандарды түрлі табиғи шөптермен және дұғалармен емдейтін еді. Ал Хасан керісінше жас әрі тәкаппар, өте қатал болды. Оның бойындағы ерекше қасиеті адамның не ойлап тұратындығын алдын ала білетін. Сондай-ақ болашақта болатын оқиғаларды болжау оған еш қиындық туғызбайтын. Хасан өзге жандардың қорқыныштары мен жылт еткен үміттерін алдын ала көріп, есесіне оған жүгінген адамдарға өмірлік жұмбақтарын шешуге көмектесетін. Бір күні бұлар тұрып жатқан ауыл қиындыққа ұшырады. Жер құрғап, құрғақшылық орын алды. Жауын жаумады. Еккен егіндері тамырмен қурап қалды. Адамдар мұңға батып, қандай да бір көмек алу үшін Әли мен Хасанға жүгінді. Ағайындылар да кезекті рет дұға жасағанда оларға аян берілді. Әли түсінде таулардың арасында жасырылған ұлы алқапта ауылды құтқара алатын су көзі бар екенін көріп біледі. Келесі күні таңертең ағайындылар Әли түсінде көрген сол аңғарға қарай бет алады. Жол күрделі әрі қауіпті болатын. Бірақ олардың туған ауылы мен ел жұртын құтқарамыз деген нық сенімдері алға жетелей берді. Хасан ауа райындағы болып жатқан өзгерістерді сезіне білді және олар одан әрі қырағы болуы керек деп топшылады. Ұзақ жол жүрген соң ағайындылар аңғарға жетіп, сол жерден түсінде көргендей су көзін тапты. Олар өздерінің бойларындағы қасиеттері арқылы адамдарға көмек қолын созып, адамдар да өз кезегінде жапа-тармағай бұлақтан су ала бастады. Осылайша дүйім жұрт құрғақшылық пен ашаршылықтан аман қалады. Міне, осы сәтте Хасан пендешілік ойға беріліп, егер мен болмағанда, бұлар не істей алар еді? Мен емеспін бе осыншама халықты ашаршылықтан аман алып қалған деген өзімшілдік қасиеттегі ойлар келіп, тіпті бүкіл халық бұған бас иіп, сый-сияпат көрсеткенін қалай бастайды. Тіпті тәкаппарлығы сонша, халықтың шын ниеттен дауыстап берген батасына да көңілі толмайды. Оған Әли қанша сабаңа түс десе де, Хасан еш тыңдамастан, олар маған ат басындай алтын қарыз деген сөзге дейін барады. Мұны естіген өзге жұрт Хасаннан ақырындап сырт айнала бастайды. Ал Хасан керісінше одан сайын өрекпіп, міне, көрдіңдер ме, бұлар өткенін тез ұмытады. Бастарына қиындық келсе, мені іздеп табады. Ал міне, өмірлері тамаша болса, мені керекте қылмайды деп даурыға жар салумен болады. Осылайша Хасан іштей өзін-өзі мүжіп, шипасы жоқ дертке ұшырайды. Оның көз алдында жүнжіп, адам танымастай болып бара жатқан бейнесін көрген Әли сан мәрте шөптің түр-түрмен емдесе де, ауруына еш шипа болмайды. Осы кезде ауыл жұрты түгел жиналып, баяғыда Хасанның бұларға көрсеткен жақсылығының өтеуі ретінде жауынды күні қырдың басына шығып, Алладан Хасанның жанына шипа сұрайды. Мұндай Құдайға жалбарыну 3 күн 3 түнге созылады. Міне, сонда ғана көзін ашқан Хасан өзінің ауылындағы жерлестерінің барлығы бір кісідей дұғада болғандығын көріп, өткен ісіне, айтқан сөздеріне қатты өкінеді. Ал енді бір аптадан соң ауруынан құлан таза айыққан Хасан халықтың алдына шығып, «Уа халқым, халықтың батасынан асқан нәрсе жоқ екен. Халық Құдайдың бір аты деген рас екен. Мен Алладан да, сіздерден де бас иіп,
кешірім сұраймын деп көзіне жас алады. Сонда жанына келген Әли: міне бауырым, көрдің бе, біз адамдар барлығымыз жер бетіне өзіміздің миссиямызды орындау үшін келгенбіз. Етікші етігін тіксе, құрылысшы үй соғады, ал сені мен менің міндетім адамдарды емдеп жазу емес пе деп Хасанның арқасынан қағады. Кейін арада неше ғасыр өтсе де, олардың есімдері тарих беттерінде мәңгілік сақталып, осы аңыз ұрпақтан ұрпаққа жетеді. Құрметті Неге каналын тамашалаушылар, егер әңгіме ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Ең бастысы подписаться етеді деген сенімдемін.